Оразаның кешкі ауыз ашары. Қандай дұға айтасыз? Негізі өзіңіз тіліңізбен, ана тіліңізде түсінетін, өзіңізге қажетті болған дұғаларды айтып үйреніңіздер. Сол оразаның ауыз ашар кезіндегі дұға, сол 1 минут алдындағы, ауыз ашардың алдындағы, ары барса 2 минут адамның тағдырын шешетін ең дұғалардың қастерлі уақыттары. Сондықтан асықпай сол 1 минуттың ішіне әрбір жаныңыз, өміріңіз қалаған дұғаларыңызды айтыңыздар. Мұса пайғамбар Аллаға жалынып дұға қылды. Алла тағала көп нәрсесін берді. Содан кейін Мұса Алламен тікелей сөйлесті деп айтылады. Кейде сол сөйлескеніне риза болған кезде өз-өзіне Алла тағала айтты: "Ей Мұса, сен менімен сөйлескенде ортамызда 70 мың перде болған. Ал енді Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның үмбетінің ауыз ашар сәтінде сол 70 мың перде көтеріледі" деген екен. Қараңызшы, сіздің дұғаңыз қабыл болады. Ауыз ашарда дұғаны асықпай жасаңыз. Одан кейін Мұса пайғамбар осыны айтты. Ал енді бір кісі Меккеге барады екен, ләббайк деп алға айтса, Алла десе, ләббайк, қабыл емес дейді екен. Қасында тұрған жігіт: "Сіз естіп тұрсыз ба? Сізге жауап болып жатыр Құдайдан. Періштелер қабыл емес деп жатыр ғой" дегенде, "Иә, 70 жыл қажылыққа келем, 70 жыл осыны естеймін. Енді неге келе бересіз" десе, "Басқа баратын жерім жоқ" деген екен. Жоқ, қабыл емес дей береді, бірақ мен келе берем деп. Тура сол сияқты үмітіңізді үзбей, болды енді орындалмайды деместен, кешкі ауыз ашарда, таңғы сәресінде көбірек